Қыркүйекте оңтүстікке көз тіксек, қалаға жақын тұратын көбіміз бірақ жарық жұлдызды көреміз. Жұлдыздың аты Фомальгаут. Ол жайлы қызық әңгіме бар. Жұлдыз бізден 25 жарық жылында, яғни бір шама жақын. Ол жас, небәрі бірнеше жүз миллион жаста. Қалдықтар дискі оны әлі қоршап тұр. Планета түзу кезеңіндегі жұлдыз үшін қалыпты жағдай. Біз күн жүйесінен тыс мыңдаған экзопланета аштық, бірақ Фомальгаут планетасы телескоппен тікелей ашылған алғашқы жұлдыз болды. Хаббл ғарыштық телескопымен. Астрономдар мұны 2008-де жариялады. Сөйтіп, Фомальгаут планеталы болды. Бар қызық осыдан басталды. Планетаның орбитасы бір түрлі. Жас планета болып жылуды шығармады. Ақыры бірнеше жыл күңгірттене келе 2014-те жоғалып кетті. Биыл сәуірде Хабблмен жұмыс істеген басқа астрономдар тобы Фомальгауттың планетасы тіпті планета болмаған хабарлады. Хаббл іс жүзінде тозаң мен мұздан тұратын екі кішкентай дененің соқтығысынан түзілген алып сынықтар бұлтын көрген. Бізде мұндай денелер қой перпелдеуінде. Ғалымдардың есебінше Фомальгаут маңында осындай соқтығысу 200 мың жылда бір болады екен. Яғни Хаббл сирек оқиғаның үстіне түскен. Сөйтіп, планетадан айырылдық. Есесіне, планеталық жүйенің түзіліп, дамуы жайлы түсінігіміз артты. Фомальгаутты күн батқаннан 2 сағаттан соң оңтүстік көкжиек үстінен Сатурн Юпитер жұбының сол жағынан табасыз. Ол жарық әрі төмен болғандықтан, кейде атмосфера турбуленттік әсерінен жымыңдайды. Жылтылдаған бұл не деп сұрау мүмкін? Енді білеміз, бұл Фомальгаут. Көрші жұлдызға қарап, ғаламат планеталар соқтығысуына куә болдық.